Allahu akbar, Allahu akbar. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة дейді. Құранды жаттап жүрген адамның мысалы, бізді мысал келтіріп отыр ғой. Құранды жаттап жүрген адамның мысалы дейді. Ол байлаулы, жаңағы түйесі байлаулы тұрған түйенің иесінің мысалына ұқсайды дейді. Түсіндіңіздер ме? Түйесі байлаулы тұрған дейді. Ва ин ахадаха амсакаха. Егер де ол қожайыны сол түйесіне қан жеп, соны әрдайым байлап жүрсе, ол түйені әрдайым қасында ұстап тұра алады дейді. Ва ин атлақаха. Егер де немқұрайды қарап, босата саса бауын, зәхабат, кетіп қалады дейді ол түйе. Дәл сол секілді біздің байлауымыз бұл қайталау екен. Бұл қайталай беру. Көрдіңіз ғой? Егер қайталамасақ, біздікі жаңа пайғамбар саласым секілдігінде жадыда сақталмайды. Біз ұмытып қаламыз оны. Кетіп қалады. Бұл қайталау арқылы аталы осылай жасаған екен. Құраннан байланыс әрдайым берік болып жүру үшін қайталау деген құлшылықты беріп қойған екен бізге. Сол қайталауымыз арқылы орнында тұрып қалады. Қайталамасақ кетіп қалады екен. Сондықтан Құранды оқуымызда, Құранды қайталап жүруіміз, бәрі бұл құлшылық. Түгелі құлшылық. Бұл ерекше құлшылық. Осыған қызықтыратын бір нәрсені айтайын мен. Пайғамбарымыз саласам айтады. Мәсәлул бейти. Бір үйді мысалға келтірейін дейді. Қараңдар. Бір үй бар дейді. Мәсәлул бейти әлләзи юқрау фихил Құр'ану. Сол үйде Құран оқылып тұрады дейді. Құран оқылып тұрған үйдің мысалы дейді. Ятараа, қараңдар, ли ахли самаи кама татараа нуджуму ли ахли арди. Жердегілерге аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінсе дейді. Жердің бетінде Құран оқылып жатқан үй аспандағы періштелерге солай көрінеді дейді. Қараңыз. Сіз оқып жатқан кезде ықылас аман болсын. Ол нақты солай болады. Оған еш күмәніңіз болмасын да. Сол сіздің сауапты үміттенуге, бұл іске әрдайым белсенді жүруіңізге көмектесетін хадистер. Пайғамбарым сол үшін шашып қойған мұндай хадистерді. Сондықтан Құранды жаңа қайталап жүруіңіз, жаттап жүруіңіз, қайталап жүруіңіз шамаңыз келгенше. Осының бәрі Аллах тағаланы ұмытқыңыз келмейтін жүректің иесі екендігіңізді білдіреді. Құран неге бұл жерде жаңағы Ибн Аббас радиаллаху анху айтады? Мән сарруху дейді. Мән сарруху ан юхиббаллаха ва расулаху. Кімде-кім Алланы және елшісін жақсы көретін көрсеткісі келсе дейді. Қараңыздар. Не істеу керек дейді? Фалияқра фил мусхаф. Мына мусхафты алып Құранды. Мусхафты алып оқысын дейді. Осыны оқуың арқылы сен көрсете аласың дейді. Алланы да елшісін де жақсы көретіндігіңді дейді. Осы сағаттар үзілмеу керек. Өйткені пайғамбарымыз саласам айтқандай, ла хасада илля фи иснайни. Ешкімге бір қызғанып, қызығып қажет емес дейді. Мүлде жердің бетінде қызығып, бір қызғанатын сондай болсам ба дейтін ешқандай нәрсе жоқ дейді. Алла тағаланың алдында бір сондай нәрсеге татитын тек екі адамды айтпағанда дейді. Оның біреуі ражулун атахуллахул Құр'ан. Оның біреуі Аллах тағала өзіне Құранды сыйлаған адам дейді. Құранды сыйлады, Құран үйренді ол. Не жағында мысалы, Құранды оқиды. Фахуа ятлуху ана аллайли уан нахари. Сосын бұл жерде мына шарты керек екен енді оның. Ол оны күндізгі сағаттарда да оқиды, түнгі сағаттарда оқиды дейді. Бұл адамға енді қатты қызығу керек дейді. Фасами алаху жарун. Жанында көршісі, мұсылман көршісін айтып отыр. Көршісі оны естиді де, мынандай арманға кетеді дейді. Лайтани утиту мислама утия фуланан. Шіркін-ай, мына пәленшеге берілген нәрсе маған да берілген деді ғой деп қарас. Фаамилту бима яъмалу. Мен де бұл кісі сияқты соны оқып, амал істеп жүретін едім деп. Міне осындай айтылатын нәрсеге ғана пайғамбарымыз саласам жаңағы қошемет көрсетеді деген. Екіншісі ражулун атахуллахул мала. Екінші адам ол Алла тағала өзіне мал берген адам дейді. Фахуа юхликуху фил хаққи. Ол деген дейді оны Алланың жолында жұмсамай тым таппайды дейді. Хақ
деген нәрсені қараңыздар, хақ деген нәрсені қараңыздар. Егер анау жақта Алла Тағала сізге бір міскінді көзіңізге көрсетіп қалса, ол көрініс, ол бос көрініс емес, ол хақ көрініс. Сіз оны хақ деп таныңыз да. Еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Ана міскінді сіздің көзіңізге шалдырды ма Алла Тағала, бітті, ол хақ. Сіз барасыз да сол хақтың жолында жұмсайсыз. Қасына барып бір нәрсе сатып алып бересіз. Егер сіз бір жерде отырсаңыз, пәленше ауырып қапты ғой десе, бір дәрі-дәрмегі жетпей жатыр екен десе, болды. Сізге қайталап айтатын нәрсе керек жоқ. Мына құлағыңыз сол үшін өмір сүріп жатыр сізде. Сіздің құлағыңыз басқалардың құлағынан айырмашылығы, мына құлақ сондай сөздер үшін өмір сүреді. Сондай нәрсені естіген кезде қатты қуанып кетеді ол ішінде. Раббым бір күшті шанс бердің ғой маған. Көрдіңіз бе? Содан барады да жаңағы жақтың жағдайын жасап кетеді. Хақтың жолында. Ан жақта біреуге бір оқулық жетпей жатыр екен, кітап жетпей жатыр екен дегендей мәселе. Осындай мәселелер сіз үшін ол керемет нәрселер. Осы нәрселер сіздің құлақтарыңызда сондай нәрселер жүру керек. Аллах Тағалаға бағындыру керек бұл құлақты. Алла жаратты оны, Алласына берер. Алласының жолында естісін. Алла Тағала жақсы көреді. Басқа нәрселер келе жатқанда құлағын жауып алсаңыз. Ғайбат, өсек, тағы да басқа нәрселер, бос әңгімелер. Ол нәрсеге құлағыңыздың авторитетін түсірмеңіз. Түсіндіңіз? Бұл тек қана жаңағындай нәрселерді ғана естиді. Міне осы нәрсені Аллах Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Осындай күйлерді иншалла. Міне қызығатын кезімізде де тек осы нәрсеге біз қатты қызығу керек екенбіз. Басқа нәрселер, біреудің үйі үлкен екен, біреудің анасы не екен, біреудің үш көлігі бар екен, қызығатын нәрсе емес ол. Бос нәрсе оның бәрі. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз сол нәрсеге. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз. Тек қана Аллах Тағала бүгін қандай таңертең үйіңізден шыққаннан өзінен ниетіңіз дұрыс болу керек. Раббым, көзімді құлағыма махрұм қалып қалмас, жақсы көретін істеріңнен бүгін деп. Ниетіңмен. Сол кезде сізге көріне қалады жаңағындай нәрселер. Соларды намаздарыңыздың арасында істеп жіберсеңіз, сіздің намазыңызға жететін намаз жоқ жердің бетінде. Сіздің байланысыңыз екі намаздың арасында сіз жаңағындай бір нәрселерді байланыстырып жүресіз, қараңыз. Сол ісіңізбен қуаныңыз дейді пайғамбарымыз. Әбшір, қуан сол ісіңе. Алланың саған нәсіп етіп, соны көріп, соны барып істетуіңізді нәсіп еткеніне қуан. Сосын Алладан сауабыңды өтеді.